Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз номері 1 үстел диетасы. Қысқаша тарихқа тоқталатын болсақ, Кеңес одағының диетологы Певзнер жалпы алғанда 15 стол диетаны құраған. Бүгінгі біздің тақырыпта ол 1 стол диетасы. Бұл диета келесі ауруларда тағайындалады: асқазан мен 12 өлшектің ойық жарасы, өткір өршуден кейін және өткір емес өршуден кейін қалпына келтіру кезеңінде, сақталған немесе жоғары секрециясы бар созылмалы гастриттің өткір емес өршуі, қалпына келтіру кезеңіндегі жедел гастрит. Бұдан не түсінеміз? Жалпы алғанда бұл диета асқазан және 12 өлшектің ойық жарасы және гастрит кезінде тағайындалады. Диетаның мақсаты: асқазан ішек жолын химиялық, механикалық және термиялық тітіркенуден сақтау, қабынуды азайту, жараларды емдеуді жақсарту, асқазанның секреторлық және қозғалтқыш функцияларын қалпына келтіру. Жалпы сипаттамасы: калория мөлшері, ақуыз, май және көмірсулардың мөлшеріне байланысты физиологиялық тұрғыдан толық диета. Асқазан секрециясының күшті қоздырғыштары, оның шырышты қабығын тітіркендіргіштері, асқазанда орналасқан және сіңірілуі қиын азық-түліктер мен тағамдар шектеледі. Тамақ негізінен суда немесе буға пісірілген күйде дайындалады. Жеке тағамдар қыртыссыз, яғни корочкасыз пісіріледі. Балық және дөрекі емес ет түрлерінде бөлшек түрінде рұқсат етіледі. Ас тұзы орташа шектеледі. Өте суық және ыстық тағамдар рұқсат етілмеді, яғни қабылдауға болмайды. Бірінші кесте: асқазан жарасына арналған диета. Терапиялық диетаның негізгі ережелері, мәзірлері және рецепттері. Бірінші кесте: емдік диетасы үнемді диеталар санатына жатады. Әдетте асқазан мен 12 өлшектің ойық жарасы бар адамдарға тағайындалады. Диета осы аурулардың өршуі кезінде де, қалпына келтіру кезеңінде де айтарлықтай жеңілдік әкеледі. Кейбір жағдайларда бұл диета созылмалы гастриттің өршуіне тағайындалады. Көрсеткіштер: асқазан мен 12 өлшектің ойық жарасы, сондай-ақ қалпына келтіру кезеңіндегі гастрит және қышқылдығы жоғары гастритте. Ұзақтығы дәрігердің нұсқауы бойынша 6-12 ай. Мүмкіндіктер: тұтынылатын тағам мөлшерінің қалыпты болуы, асқазан секрециясын жоғарылататын тағамдарды шектеу, пюре, қайнатылған тағам мен буға пісірілген тағамдарға артықшылық беріледі. Энергетикалық құндылығы 2300-2600 килокалорий. Тәуліктік сұйықтық көлемі 1,5 литр су, немесе 1 килограмм салмаққа 30-40 мл су. Диеталық кеседе пісірудің ең жақсы түрі буға пісірілген немесе қайнатылған. Қуат жиілігі: бір күнде, яғни күніне 5-6 рет бөлшектеп. Енді тағамдарға тоқталатын болсақ, ет, құс еті, балық. Ет пен балықтан жасалған тағамдардан майсыз және жұмсақ текстуралы соттарға рұқсат етіледі. Басқаша айтқанда, ет жұмсақ болуы керек, сіңірсіз және терісі жоқ. Сіз қысқаша ережені жаттап алыңыз: болады және болмайды. Болады: ет және балық тағамдары. Олар майсыз сиыр еті, бұзау, тауық еті, қоян, күрке тауық. Тағамдардың идеалды түрі буға пісірілген котлеттер, қытырлақ және тартылған ет котлеттері. Болмайды: ет пен құстардың майлы сорттары, үйрек, қаз, консервілер, бұқтырылған ет. Жұмыртқалар. Қуырылған жұмыртқаны қоспағанда кез келген нысанда күніне 2-ден көп емес. Ең жақсы сүт қосылған жеңіл бу омлеті. Нан мен ұн. Болады: сізге кешегі бидай наны премиум ұннан, сондай-ақ крекер мен печеньеден жасалған, хош иісті емес тоқаштар мен
печеньелерге де рұқсат етіледі. Болмайды. Қара бидай, қытырлақ нан және кез келген жаңа піскен нан. Қабатталған слоеное, май мен сүтке иленген сдобное қамырдан жасалған өнімдер. Сүт өнімдері болады. Бірінші кесте диетасының құрамында сіз толық және қоюландырылған сүтті, сондай-ақ кілегей майсыз сүзбе, қаймақ және майсыз ашылған сүт өнімдерінің көпшілігін жеуге болады. Ірімшікке өте сақтықпен қарау керек. Рационға аптасынан бір реттен артық емес, тек майы аз өткір ірімшікке рұқсат етіледі. Болмайды. Қышқылдығы жоғары сүт өнімдері, ащы, тұщы ірімшіктер. Қаймақты шектеңіз. Көкөністер. Теория бойынша сізге кез келген көкөністі жеуге болады. Бірақ оларды тұтыну тәсіліне дұрыс көзқараспен қарау маңызды. Бірінші кесте диетасында асқазанның қабырғасын ойық жарадан жараланған емдеу өте маңызды болғандықтан, талшыққа бай көкөністерді қайнатып, жұмсақ пюреге, жеңіл кремді сорпаларға және тағы басқа тағамдарға салған дұрыс. Болады. Картоп, сәбіз, қызылша, гүлді қырыққабат, ерте асқабақ және цуккини, шектеулі жасыл бұршақ. Сорпаларда майдалап туралған аскөк пайдаланған жөн. Болмайды. Ақ қырыққабат, репа, брюква, редька, шавель, шпинат, пияз, қияр, тұздалған және маринадталған көкөністер, саңырау құлақтар, көкөніс консервілері. Дәнді дақылдар. Болады. Манна, сулы мен қара құмық, сондай-ақ жабысқақ күріш, жабайы және қоңыр күрішке тыйым салынған. Сізге макаронды жеуге болады, бірақ олардың пішіні орташа болуы керек. Ең дұрысы ең кішкентай калибрлі вермишель. Болмайды. Тары, арпа, жүгері жармасы, бұршақ дақылдары, тұтас макарон. Сусындар. Болады. Таза су, әлсіз шай, какао, шырындар, компоттар, тәтті жемістер, жидектерден жасалған жеміс сусындары. Болмайды. Тәтті сода, квас, қышқыл және газ алған сусындар, кофе, алкоголь. Жемістер мен десерттер. Болады. Шабдалы, өрік, банан, қара өрік сияқты кез келген піскен жұмсақ тәтті жемістерді тұтынуға болады. Сонымен қатар, кез келген жемістер мен жидектерді пюре, қайнатылған және пісірілген түрінде қолданамыз. Суфле, желе, мұз және тағы басқа жасауға болады. Болмайды. Қышқыл жидектер мен жемістер, қатты текстуралы жемістер, алма, алмұрт және тағы басқа. Шоколад, балмұздаққа тыйым салынған. Асқан жарасына арналған диетадағы бір күндік шамамен мәзір. Номері 1 нұсқа. Таңғы ас. 2 жұмыртқа мен сүттен жасалған омлет. Бал немесе джем қосылған сүзбе, шай. Түскі ас. Жеміс салаты. Түскі ас. Жабысқақ күріш сорпасы, көкөніс пюресі қосылған балық торттары, тәтті желе. Түстен кейінгі тағамдар. Зефир қосылған какао кесесі. Кешкі ас. Котлет қосылған қайнатылған кеспе, қара өрік қосылған қайнатылған және майдалап туралған қызылшадан жасалған салат, шай. Ұйықтар алдында 3 сағат бұрын стақан майсыз айран, алма. Номер 2 нұсқа. 1 таңғы ас. Жұмсақ қайнатылған жұмыртқа, сүт күріш ботқасы, сүт қосылған шай. 2 таңғы ас. Қышқылдығы аз сүзбе, итмұрын, яғни шиповник сорпасы. Түскі ас. Сүт сулы сорпасы, сәбіз пюресі қосылған бу еті, жеміс мұсы. Түстен кейінгі тағамдар. Итмұрын, яғни шиповник сорпасы, крекер, сухарики. Кешкі ас. Қайнатылған балық, сүт соусымен пісірілген, картоп пюресі, сүт қосылған шай. Түнде сүт.
Номер 3 нұсқа. Бірінші таңғы ас. Буға пісірілген жұмыртқа, қарақұмық ботқасы, сүт қосылған шай. Екінші таңғы ас. Қант пен печенье, алма. Түскі ас. Сүтті күріш сорпасы, картоп пюресі, буға пісірілген суфле мен алма желесі. Түстен кейінгі тағамдар. Қант пен крекер, яғни сухарики, қосылған бидай кебегінің отвары. Кешкі ас. Бу сүзбесі, суфле мен жеміс кеселі. Түнде сливки. Номер 1 стол диетасында екі классификация бар. 1А диета және 1Б диета. 1А диетаға тоқталатын болсақ, 1А кестесі асқазан жарасының өршуіне, қышқылдығы жоғары созылмалы гастриттің өршуіне арналған. Номері 1А стөлдің міндеті ағзаны өршу кезінде барлық қажетті қоректік заттармен қамтамасыз ету және қабынуды азайту үшін қолайлы жағдай жасау. Кесте 1А диетасындағы барлық тағамдарды пісіру керек. Бумен пісіру керек. Қабықсыз пісіру керек. Содан кейін ұсақтау керек. Ұсақталған шырышты тағам бұл үстелдің модификациясының басты шарты және айырмашылығы. Өшу кезеңінде ботқаны ұсақталған және шырышты етіп жасау керек. Құс пен балықты майдалап, суфле немесе бу котлеттері түрінде дайындау керек. Көкөністер мен жемістер де термиялық өңделеді және ұсақталады. Бұл үстелдің тағамдық құндылығы төмен және көмірсуларға байланысты азаяды. Өйткені пациент төсек демалысын қадағалайды. Диетаның орташа ұзақтығы 10 күн. Осыдан кейін 14 күнге 1Б кестесі тағайындалады. Кесте 1Б диетасы. 1Б кестесі асқазан жарасы мен жоғары қышқылдықты созылмалы гастриттің өршуі басылған кезде көрсетілген. Барлық тамақ суда немесе буда дайындалады және ботқа тәрізді және ұсақталған түрінде беріледі. Азық-түлік бөлшек әр 3 сағат сайын кішкене бөліктермен. Диетада ақ нанның крекері, яғни сухарики бар, бірақ қызғылт емес және өте жұқа кесілген. Қалған ұн өнімдеріне тыйым салынады. Клейгей, яғни сливки мен сүзбе диетаға оралады, бірақ ашытылған сүт сусындарына әлі де тыйым салынады. Кондитерлік өнімдерге тағы да 2 апта тыйым салынады. Номері 1Б кестесінен номері 1-ге ауысқан кезде олар өршіп кетпес үшін мұқият және біртіндеп қосылуы керек. Назарларыңызға рахмет. Арнамызға тіркеліп кетіңіздер.